Сәлем достар, сіздермен бірге мен Думан Айсин, және де бұл менің подкастым. Бүгін менің қонағым Астана қаласындағы ең үздік видео операторлардың бірі, бұл Қаумет. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Шақырғандарыңызға көп рахмет. Бұл жолға жалпы қалай келдің? Бұл жолға енді студенттік кезден басталды. Кез келген студент ол ең бірінші официанттық жұмыстан бастайды. Официанттық өмірді көреді. Біз де официант болдық 3-4 курс кезде, қателеспесем. Официант бола жүре, тамада музыканттармен бірге, видеографтармен бірге тамақ ішіп отырамыз, тойдың арасындағы үзілісте. Әңгіме барысында сұрап қаламын, олардың табысы қаншалықты екенін. Сол кезде 20 мың бір тойдан аламыз дегенде мен үшін өте үлкен шок болды. Бір тойдан 20 мың алып, оның бәрін қайда жұмсайсыңдар деп таңғалдым да, оның бәрін қайда жаратасыңдар ол ақшаның бәрін. Ол кезде сенің айлығың? Ол кезде менің табысым таңертеңнен кешке дейін жүріп, барлық қара жұмыс істейміз, залды дайындаймыз, сервировка, тойды полный атқарамыз, тойдың соңында ресторанда жуып кілттеп кетеміз. Соған бізге 1000 теңге, 1500 теңге береді, максимум 1500. Бірақ біз ол ақшаға ризамыз, өйткені ол кезде ақша құнды, бізге жеткілікті болды. 20 мың теңге табамын бір тойдан деген сөзді естігенде мен кішігірім шокта болдым. Содан бастап ойлана бастадым, неге мен сол жұмысты жасамасқа деп. Астана қаласында Петрова көшесінде Айсат деген ресторан бар. Сол ресторанда алғашқы фотографтық жұмысқа менің мектепте бір класс жоғары оқыған Санат деген бала шақырды. Осында келсеңші, бізде жұмыс істесеңші, саған күніне 2000 теңге төлейді деді. Ол кезде мен 1000 теңгеге жұмыс істеп жүрген официанттық жұмыс істеп жүрген адам 2000 теңге уже 2 есе көп ақша мен үшін. Және де уақыты да аздау болды. Уақыты да аздау. Кешкі уақытта ғана, той уақытта ғана жұмыс істейсің деді. Сразу ойланбастан келістім. Сол жерде жұмыс істедім. Өзім машинам бар, алып кетем құралдарды, принтерді, фотоаппаратты үйлерінен барып. Сосын полный 6 сағат жұмыс істеймін, сосын той біткесін 20-30 мың теңге табамын да апарып беремін үйлеріне. Солай маған күніне 2000 теңге табады. 2000 теңге береді. 20 мың табамын, 2000 теңге береді. 2 айдан ойлана бастадым, неге осы жұмысты мен өзім жасамасқа толыққанды деп. Солай бар ақшамды жинап 80 мың теңгеге алғашқы фотоаппаратын сатып алдым. Бастапқы жарты жыл фотограф болдым. Моментальный фотода жұмыс істедім. Жаңа 20 мың теңгені өзім таба бастадым ай сайын, әрбір тойдан. Енді жұмыс жақсы болды. Енді бұл жұмысқа біліп тұрып келгесін, жұмыс бастап кету қиын болған жоқ өз бетімен. Қазір қанша жыл түсіріпсің видеоны? Шамамен 15 жылға жуық. 15 жылға жуық. Үлкен опыт. Иә, үлкен жол. Енді осы 15 жылдың ішінде жалпы бәріміз білеміз, тойда неше түрлі қызықтар болады. Өйткені непредсказуемо дейді ғой. Тойда болған ең қызықты жағдайларды айтып кетсең, есте қалған. Есте қалатыны енді сол кезде бірақ өкінішті болды. Қазір қызықпен еске аламыз. Карантин енді бітіп жатқан кез, тойлар енді басталып жатқан кез, бір пара хабарласады. Есімдері Димаш Асема, мені көріп жатса сәлем. Солардың love story'ін түсіріп жатамыз. Пара да жақсы, ауа райы да жақсы, бәрі идеальны. Обедте бастағанбыз, кешкі закатқа дейін біраз кадр түсірдік. Ол екеуі де мәз, екеуі де әдемі пара болды. Соңғы локация айдалада закаттың фонында машинамен жүріп баратқан кадр түсіру керек болдық. Қыз люктан басын шығарады, или терезеден басын шығарады арасында кадрлардың. Жігіт те әдемі отырды. Бұлар жалпы Жігіт машинамен келе жатыр рөлмен. Жігіт за рулем. Сен сыртынан түсіріп жатсың. Сыртынан дронмен түсіріп жатырмын. Өте әдемі көрініс болып тұрды. Кадрға соншалықты беріліп кеткенім. Соңына қарай біз полный съемканы аяқтап болдық, түсіріп болдық. Енді жігіт пен қыз менен 1 шақырым, дрон екеуі менен 1 шақырым алыста тұр екен. Сосын біз громкий связьмен телефонмен сөйлесіп тұрмыз. Сосын жігітке айтамын, маған келгенше соңғы кадр түсіре салайын дедік. Артық болмайды дедім. В принципе, кадр бәрі түсірілген, бәрі жетеді. Сосын соңғы бір кадр түсіру үшін олар маған қарай жүргек болды. Қайтар жолда бір кадр ала салайын дедім. Бірақ ол кадрды қолданбадық монтажда. Өйткені ол күн батып кеткенде қатты әйтеуір бір керек болып қалады деп ойладым. Керек болады деп ойлағам негізі. Солай жігіт пен қыз маған қарай келе жатты, мен дронмен облетаю, ар жағынан, жан жағынан түсіріп, әдемі өте жақсы кадр шығып жатыр, сонда да күн батып кетсе де. Бір уақытта жігіт пен қыз маған жақындағанын байқамай қалдық машинамен. Дрон келеді да. Дрон ол кезде андай дрондар. Mavic 2 деген дрон. Салмағы ауыр дрон. Бір 700 грамм, 800 грамм шығар. Еще дрон неде қосылып тұр.
спорт режимде қосылып тұр. Ол режиммен ол сағатына 70-80 мен шатып шығар, одан кем емес. Жылдамдықпен келеді да, менің мына жерімнен келіп соғады. Дрон маған тию шансы 1 миллионнан 1 шығар, бірақ маған келіп тиді. Қыз бен жігіт тоже екеуі нақты сол биік не төмен емес не жоғары. Сол прямо высотаны ұстап, менің дәл басыма келіп тигені, ол тигенде мына жерімнен басым қанақты, маңдайым қанақты, кесілді шамалы нелермен. Қыз бен жігіт в шоке, олар айғайлап не істейміз деп мені келіп сүртіп жатыр қанды. Бірақ бағыма орай ол жарақат 1 аптада жазылып кетті. Қатты ізде қалған жоқ. Сол кезде енді өкінішті жағдай болды. Несіне соңғы кадрды түсірдім, ол керек емес еді ау деп. Бір әдемі кадрмен стоящий кадрдан емес, ол түсірген кадрымыз. Ешқандай бәрі сәтті аяқталды. Зардабы болған жоқ. Енді Димаш пен Асема мені көріп отырса, олар білетін шығар. Бірақ қазір де хабарласып тұрамыз сол парамен арасында әртүрлі вопростармен. Енді сен 2008 жылдардан бастап түсіріп жатсың. О кездегі тойлар, сол тойларды түсіру және де қазіргі тойларды түсіру айырмашылығы неде? Айырмашылығы ол кездегі тойлардың көбісі однокамерный болатын. Адамдар видеоға қатты көңіл бөлмейтін. Стандартный режимде түсірілетін, біз 1 камерамен барып түсіре салатын едік. Қазіргі тойлар өте күрделі. Кем дегенде 2 камера, 3 камераны талап етеді. Отдельно звукты жазып аламыз пульттан. Ертең монтажда синхрон звука болады. Таза дыбыс болады. Таза дыбыс дегенде оны ертең уровень қоямыз. Қазіргі жұмысы анағұрлым көбірек. Бірнеше есе қиындау. Соған қарай бағасы да қымбатырақ. 20 мың теңге емес дейсің ғой? 20 мың теңге емес, қазіргілер мүмкін 15-20 есе қымбатырақ. Қазір қандай видеокамераға түсіресің және де қандай объектив қолданасың? Қандай дрон және де қандай форматта 4К-да түсіресіңдер ма, қалай? Біз барынша соңғы үлгідегі камераларды қолдануға тырысамыз әрқашан. Кем дегенде 3 жыл сайын жаңартып отырамыз. Себебі техника бір орында тұрмайды. Әрқашан жаңасы шығып отырады. Қазіргі қолданатын бізде техника Sony A7 IV. Өте ыңғайлы камера, автофокус бәрі жақсы. Оның бізде бірнешеуі бар. Объективтар 24-105, 2.8, 24-105, 24-70, 2.8, 24-105, 4. Сосын шерик и полтинник қолданамыз. Жағдайға байланысты ауыстырып отырамыз. Бір съемкада кем дегенде бірнеше объектив ауыстырамыз. Съемка барысында 2 минут түсірдің, басқасына планға қарай ауыстырып отыруға тырысамыз. Сенің ең сүйікті объективің? Полтинник. Себебі ол адамды, мысалы, көп адамдар камераға түскенде неге өз-өзіне ұнамайды? Өйткені шерикқа түскенде адамдар екі жағы созылады. Адамды толыққанды көрсетпейді. Портретник деген ол, полтинник ол портретник. Адамды толыққанды ешқандай искажение бермей көрсететін объектив сол. Сонымен түсірсең, көп адамдар ертең өзін көргенде өз-өзіне ұнайды. Дрон? Дрон Mini 4 қазіргі соңғы шыққан дрондардың. Себебі Mini 4 вертикально түсіреді, горизонтально түсіреді. Ең ұнағаны маған өте басқару ыңғайлы. Банкеттің залдардың ішінде де ұша беруге болады. Себебі ол өте кішкентай, дыбысы да аз. Дыбысы қатты шықпайды. Сен жалпы тойға түсірілімге қалай дайындаласың? Әрбір съемканың алдында мен өзім ерте жатып, ерте демалып, таңертең тұрып, ол күнге ешқандай жоспарламаймын. Басқа жұмыстарды кездесу ешнәрсе қоймауға тырысамын. Тек қана сол барлық энергия, барлық фокус сол тойға арнауға тырысамыз. Енді көп адамдар камерадан ұялады. Түсірілімге адамдар дайын болу үшін, өзін еркін сезіну үшін не істеу қажет? Міндетті түрде парамен алдын ала кездесу керекпіз. Видеографпен емес, фотографпен. Себебі көбіне кездесулерге ата-аналар келіп жатады. Сол кезде мен міндетті түрде алдын ала ескертем, міндетті түрде 2 жас алып келіңіздер, болмаса 2 жаспен отдельно күні кездесуге тырысамын. Себебі сен алдын ала кездессең, уже 2 жаспен танысасың. Нені қалайтынын сұрайсың, Да, нені қалайтынын сұрайсың. Олардың себебі әр адамның стилі әртүрлі. Біреулер более динамичный жақсы көреді, біреулерге более медленный кадрлар ұнайды. Соның бәрін 2 жастың ойын біліп, соған қарай түсірсең, ертең оларға да ұнайды. Мысалға, той 6 сағат болады. Монтаждан кейін қанша сағатын бересіздер? Жалпы 6 сағаттық той, сонда қанша сағат болады? Шамамен бір тойдан 3 сағаттай шығады монтаждан кейінгі хронометражы.
жаңағы қаладағы қыдырумен бірге ма? Бәрімен бірге шамамен. Бірақ жаңа сен айтасың ол 6 сағатта ешкім 3 сағатта ешкім қарамайды дейсің. Ол қазір қарамайды. Ертең ол бір 10 жылдан кейін ол өте құнды материал болады. Естелік болады ертең. Черный материал, қара материал, оны да бересіңдер ма сонда? Осы күнге дейін бізде черновойны ешкім сұрамаған емес. Біз чистовойда клиентқа керектілердің бәрін уже на опыте жасап шығарамыз. Сенің қазіргі түсіріп жүрген жұмыстарың өте әдемі, бірақ бұған сен бірден келе салған жоқсың, иә? Сен қандай адамдардан, қандай кинолардан мысалға шабыт аласың? Видеограф болғасын, көбіне фильмдерді қарасам, локацияларға көп мән беремін. Оператордың жұмысына көп қараймын. Әрбір неден, эпизодтан керегін алам өзіме. Көбінесе сосын бос уақытымызда көбінесе біз әрбір съемкаға ізденеміз. Мысалы бір нестандартный съемка келсе, соған ізденеміз. Міндетті түрде шетелдік жұмыстарды көреміз, ресейлік жұмыстарды көреміз. Солар арқылы солардың керегін өзімізге заготовка ретінде сақтап отырамыз. Онсыз болмайды. Әр адам ізденісте болу керек міндетті түрде. Видеоға түсіру жалықтырмайды ма? Қаншама жылдар бойы видеоға түсіріп жүрсің, одан кейін қалай демаласыңдар? Жұмыстардың оңай емес. Таңнан бастап кешке дейін, түнгі 1-ге дейін аяқпен жүресің. Кейде тамақ ішетін уақыттарың болмайды. Ақша мотивация. Андай ғой, тойдың ақшасын алдын ала аласың, жалғасың. Бұл біздің негізгі жұмысымыз болғасын, үйреніп қалдық. Қиын жақтары да бар, бірақ бұл біздің табыс көзіміз болғасын өзімізге ұнайды. Адам басында бізде болады, жаздың сезон кездерінде аптасына 3 күн 3 тойға қатарынан шықсаң, белгілі бір волнаға үйреніп қаласың. Керісінше айына бір той, аптасына 2 аптада бір той болса, қыс уақыттарында сол кездерде қиын болады. Бір неден шығып қаласың. Жалпы былай жаздың сезон уақыттарында өте қиын ештемесі жоқ. Бірақ бір жағынан тойда келгенде таныстарды көресің, араласамыз өзіміздің той саласындағы адамдармен. Оның бәрі живое общение. Тойға келгенде таныстарымыз болса, тамада танысымыз болса, оформитель танысымыз болса, той қызықты өтеді. Себебі барлығымен араласып, сөйлесіп, тойдың өткенін білмей қаламыз. Бәріміз бірге жұмыс істейміз. Иә. Осы тамада қызықты болса, тойдың қалай өткенін білінбей қалады. Иә. Барлығы тамадаға байланысты. Ойде. Кейбір видео операторлар клиенттерін лақтырып кетеді. Видеоларын бермейді, трубкаларын көтермей кетеді мысалға. Тамадалардың арасында да бар ондай адамдар. Танимыз. Иә, бұл енді сіздерде бұл неге байланысты болады? Таңертеңнен кешке дейін түсірген жұмысымыз, ол жалпы жұмыстың 30% ғана. Қалған 70% ол постпродакшн, обработка, монтаж жасау. Монтаж 3-5 күн аралығында жасалады. Сосын флешкаға жазуың бар, сыртын коробкасын жасауың бар, соның бәрі 1 апта уақыт алады. Сезон кезінде көп операторлар, көп видеографтар аптасына 2-3 заказ алса, айына 8-10 заказ болады да, жалпы жаңа уақытпен үлгермей жатады. Оны клиенттер түсінбейтіні бар. Солай олар енді физически үлгермегесін, олар амалсыз осындай және телефон алмайтын жағдайға жетеді. Әртүрлі жағдаймен және клиентпен байланысқа шықпайды. Сол үшін әрбір той саласындағы адам, біз видеограф болсын, фотограф болсын, өзінің шамасына қарай жұмыс көлемін алу керек. Өзінде ондай жағдайлар болды ма? Біз міндетті түрде шамамызға қарай аламыз, артық алмауға тырысамыз. Бір күні бір заказдан көп алмаймыз. Себебі 2 заказ алсаң, ол деген аппаратураң 2-ге бөлінеді. Екінші заказға опытный емес оператор кетуі мүмкін, видеографтар кетуі мүмкін. Ол сен атына кір келтіреді? Форс-мажор жағдайда туындап қалуы мүмкін. Себебі өзің болмағасын екінші жақты басқару қиындау болады. Сол үшін әр видеограф жауапкершілікпен количествоға емес, качествоға жұмыс істеген дұрыс. Иә, онымен келісемін. Және де тағы да бір айтып кететін жайт, мысалға біз асабалар бірінші кездескенде предоплата дейміз ғой. Соны аламыз, одан кейін той біткеннен кейін ақшаны аламыз. Толық. Ал операторлар мысалға предоплатаны алады, одан кейін той біткеннен кейін бүкіл ақшаны алып алады да. Сонымен кейбіреулер жоқ болып кетеді. Енді
менің өз ойым бар да, мен кейбір жігіттерге сөйтем, өйткені кейбір сенімсіз подозрительный жігіттер болып қалады, мен толық ақшасын бермеймін бірден. Клиентке мысалға видеосын толық бергеннен кейін сол кезде расчет жасаймын 50%. Сонымен келісесің бе, бұл дұрыс па, бұл дұрыс емес па, қалай ойлайсың? Жалпы тойдан кейін толық сумманы алған дұрыс. Ол оператор болсын, фотограф болсын, тамада болсын. Бірақ жұмыстарың бітпеді ғой әлі сенде. Әр видеографтың жауапкершілігіне байланысты бұл енді. Жалпы тойдан кейін расчет жасаған дұрыс. Себебі ертең бір айдан кейін ол той жасаған адам ақшасын кешіктіріп беруі мүмкін. Бергісі келмейді. Көп адамдар менің практикамда тойды қарызға алып жасайды. Ол тойдың сол күні алмасаң, ол бір айдан кейін ол кісінің уже қарыздары көбейіп, ақшасы азайып, той флешканы алмай жүруі мүмкін. Ол соза бастайды. Ол соза бастайды. Біз бастапқы жылдары солай жұмыс етеміз. Біздің архивта қазір бір 20 шақты той бар шығар, алмаған солай. Ақшаларын бермеген, және де видеоларын алмаған. Видеоларын алмаған. Себебі алатын ақшалары жоқ. Тойға барлық ақшаны жұмсаған, қарызға кірген, қайтып бізге төлеп видео материалды алатын ақшасы жоқ. Кешігіп алған адамдар өте көп, бір жылдан кейін, жарты жылдан кейін, бірақ мүлдем алмай кеткендер де бар. Себебі әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Кейбір жас жұбайлар ажырасып кетеді. Иә. Кейбірлер басқа да жағдайлар болуы мүмкін тағы да. Сол себептен ол оператордың, мысалы видеографтың еңбегі, ол основной еңбегі той күні түсірілді. Ол өзінің ақшасы 100% төленетініне тоже гарантияда болу керек. Иә. Осындай жағдай болмау үшін. Жаңағы архив деп жатсың ғой, жалпы сен архив сақтайсың ба? Міндетті түрде. Біздің қанша уақыт бойы сақтайсың? Менің алғашқы тойларым 2009-дан бастадық қой біз. 2009-дан бастағанда алғашқы тойлардан бастап қазіргі тойларға дейінгі барлық архив 100% бізде копиясы сақталады. Өйткені 2014-ке дейін бізде дискпен сақталады. Диск салатын сумочкалар болады. Каждыйында 120 диск салынады. Нумерациямен электронный список болады бар бізде. 2014-ке дейін солай болды. 2014-тен бастап хард дисктарға сақтаймыз. Сонда 2009 жылдан бастап келе жатқан түсірілген бүкіл тойлардың видеосы сенде бар ма? Барлық тойлардың копиясы бар. Егер той иесі керек деп звондаса, мысалы бізде жағдайлар көп болады. 10 жыл бұрын мен тойымды түсіріп едім, соның копиясы бар ма деп сұрайды. Бізде электронный ондай жағдай болды ма? Өте көп болады. Қазіргі уақытта аптасына 2 аптада бір сондай хабарлама келіп түседі маған. Қойш. Сол кезде той иесінің 10 жылғы бұрынғы болған тойын архивтен алып 2 сағатта істеп бергенде той иесінің эмоциясын көрсең, ол уже соңғы надеждасымен маған звондайды. Ол енді қарашы, ол қаншама тойлар түсіресіңдер, сонда оны қай жерде қалай сақтайсың? Қанша флешкаларың бар? Оның бәрінде бізде порядок бар. Нумерацияланған диск салатын коробкалар, нумерацияланған хард дисктар, каждый 4 терабайттан бір 10 шақты хард бар. Сырттарында нумерацияның аттары жазылған, и компьютерда общий электронный списогі бар. Мысалы бізге той иесі хабарласса, датасын айтса, тойдың атын айтса, поискқа саламыз, 1 минутта қайсы архивте тұрғанын алып жасап бере аламыз копиясын. То есть бір күнде доставкасымен жеткізіп бере аламыз үйіне. Мені танып отырған көрермендер болса, тойларыңызда жоғалтып болсаңыздар, немесе дұрыс сақталмаса хабарлассаңыздар болады. Міне, қауметтің ерекшелігі осындай. Енді ол деген... Әлде бұны бүкіл операторлар видеографтар жасай ма? Меніңше көбісі жасамайды. Көбісі бірнеше жыл сақтауы мүмкін, одан асырмауы мүмкін. Біз жаңағы хардтардың ақшасын, жаңағы хабарласқан адамдарға копиясын жасап берген үшін шамалы қымбат алмаймыз, шамалаған ақша аламыз. Сол ақшамен жаңағы расходтарды закрываем, жаңағы хардтың, дисктің, сақтаған архивтің. 2009-да осындай бір тренд болды ғой, бірінші қаланы түсіреді, одан кейін ресторан сыртын түсіреді, ішін түсіреді. Демек, сендерде сол Астананың келбеті бар 2009. Міндетті түрде әр қаланың обзоры болады, қаланың фондары болады, ресторандардың сырттары болады. Солай бірінші 2 минуттай ма Астананы көрсетеміз. Сол қазіргі ескі Астананы біздің архивтан табуға болады, қалай болғанын. Соны бәрін жинап бір қызықты видео жасайшы.
күшті өтті деп есімде ойлаймын. жақсыға тойға барғанбыз атбасар жақтағы. Иә. Соған барғанда специально 2 сағат бұрын барып жақсының ішін түсіргем. Андай әдемі жерлерін түсіріп тойдың басталуы үшін. Біреуге керек болса хабарласыңыздар, мінекей. Астананың ғимараттары да бар, үйлері де бар, үйлердің Барлық әдемі жерлерді ерінбей түсіреміз соларды. Келіспесем 2016-ға дейін біз еске алу фильмдерін көп жасайтынбыз. Сол кезде бізге клиент келгенде тойда болған видеоларды көп алып келетін. Осы тойдан кесіп мен әжемді, мен атамды общий фильмға қосшы дейді. Сол кезде фильмді атаны мысалы оператор келеді да бір секундта өтіп кетеді. Сол кезде ойлайсың, өкінесің. Ойлаймын, егер осы оператор атаны көбірек түсіргенде бізге қазір фильмге өте құнды материал болады. сәл тоқтап жүрсе, эмоциясын алса ғой дейтінбіз осы атаны. Потому что сол кусок, ол біздің фильм күлгенін көбірек түсірсе, мысалы эмоциясын, біздің фильмге өте бір құнды материал болушы еді. Еске алу фильміне. Өйткені ол еске алу фильмі ол ұрпақтар үшін өте маңызды нәрсе. Сол кезде содан бастап мен өзім той түсірсем, үлкен кісілерді көбірек түсіретін болдым. Кәдімгі ата-апаны көрсем, алдынан, артынан, жанынан эмоциясын кәдімгі тоқтап тұрып түсірем. Себебі ертең біреу осы менің түсірген видеомды еске алу ролигінде қолданса, оған материал болсыншы, осы ата, осы апа туралы көп материал болсыншы деймін да. Өйткені ол кісілердің соңғы тойлары болуы мүмкін. Сол енді архив сақтау содан шыққан шығар сенде? Жоқ, жаңағы еске алу ролигін жасағаннан шықты. Жоқ, мынау негізі бүкіл тойларды архив қылып сақтау идеясы қайдан келді? Адамдар көп нәрсеге мән бермейміз ғой. Ертең мысалы флешка, ол техника кез келген уақытта істемей қалуы мүмкін. Жоғалып кетуі мүмкін. Диск сынып қалуы мүмкін. Иә. Мысалы оған қатты мән бермеу мүмкін. Ең басты естелік ол жаңағы бір материал, бір копияда беру, ол өзімде сразу ойға келді, ол дұрыс емес деп. Сол үшін міндетті түрде өзімде копиясын ұстаймыз. Ұстаздар адамдардың балаларын оқытады да, өз балаларын оқытпайды кейде. Уақыт демейді. Сен семьяңды видеоға түсіресің бе? Сапожник без сапог деді ғой. Так, мен өзім отбасылық отырыстарды камераға түсірмеппін. Балаларыңды түсірмейсің? Балаларымды түсірмеймін. Демалғым келеді ол кезде. Мен мысалға видеоға түсіру, ол менің хоббиім, фотоға түсіру. Мен балаларымды кәдімгідей осылай отырғызып интервью аламын. Сол видеолар менде әлі YouTube каналымда бар. По доступу, по ссылке, доступ по ссылке. Енді соның өзінде мысалға Алматыда тұрып келдім 5 жыл. 3 жыл бұрын тауда жүрген бір видеоларымыз бар. Кәдімгідей өзгерген. Жақсы естелік. Музыкасын қоясың да, кәдімгідей ме? Әйелім көзінде жас келеді, қап, Алматыға барғым келеді деп. Сол қолда барда қолданбаймыз ғой өзіміз. Иә. Жақсы идея. Сериал түсіргің келмей ме? Әлде тек қана тоймен жүре бересің бе? Жалпы бұл салада біз біраз жыл жұмыс істеп келе жатырмыз. Болашақта енді бірнеше жылдан кейін басқа салаға ауысам деген жоспарда бар. Бұл сала емес. Себебі бұл сала, видео саласы өте көп энергияны талап етеді. Балаларың видеооператор болған қалайсың ба? Жоқ. Бұл жұмыс оңай емес. Жалпы оңай жұмыс жоқ қой, әр жұмыстың өзінің қиыншылығы бар. Иә. Бірақ бұл жұмыс өте көп энергияны талап етеді, өте көп күшті талап етеді. Мысалға студенттік шаққа оралсақ, видеоға түсіру саласына баратын бедің? Мүмкін қалатын едім, бірақ жалпы басқа салаларда көретін едім. Диспетчер болғым келген, авиадиспетчер. Авиадиспетчер болғым келген. Қазірдің өзінде қызығып қараймын, сол туралы роликтер көп көремін, самолет туралы өте көп қызығам мәліметтерге. Менің орындалмаған шағын арманым. Студент кезінде заман қиындау болды ғой. Көп ақша табуға тура келді ол кезде. Сол біз сонымен кетіп қалдық. Студент кезде дұрыс айтасың, қосымша табыс табу керек болды, өйткені бір стипендия 6900 теңге жетпейтін болды. Отбасыға көмектесу керек болды. Солай осы жұмысқа салаға кірісіп кеттік, жалғастырып кеттік. Менің бір принципім бар. Менің папам да сондай, бір машина алса 10 жыл мінеді. Бір жұмысқа кірсе до конца істейді. Сол сияқты мен де қалып қойдым бұл жұмыста. Мысалға маған да сен де айтып жатсың ғой, балам оператор болған қаламаймын. Маған да айтады, сен тамадасың ғой, балаң тамада болатын шығар деп.
Мен айтам жоқ, қаламаймын деймін. Басқа сала көп қой қазір. Қай жұмыс таңдасаң да. Менің балам айтады кейде, өскенде көреді ғой менің жұмысымда, қызығады, бала болған соң қызығады. Оператор боламын дейді, видеограф боламын дейді. Жоқ, басқа замат. Жақындама деп. Сен енді техниканы танисың, техниканы білесің, мүмкін YouTube канал ашып, соған шолу жасап, обзор жасап түсіргенді ойламадың ба? Мүмкін алдағы уақытта. Балаларым әлі жас, кішкентай, может болып қалар. Себебі сенің қазіргі опытына қызығып жүрген жастар көп. Ол жастарға беретін пайданы сол болар еді деп ойлаймын мен негізі. Үйреткен шәкірттерің бар ма? Шамамен бір 20-дан асқан шығар. Өзіңнен үйренген балалар 20-дан көп балалар бізде жұмыс істейді. Қазіргі уақытта да жұмыс істейді көп видеографтар. Уақыты келе айтамын, олардың да ойларына келеді бөлініп шығу деген. Сол кезде жолын жаппаймын. Иә. Білетінді айтамын, бастап кетуіне көмектесемін. Даже кейбір видеографтарға өзімнің камерамды берген кездер болды. Аппаратураның жартысын берген кездер болды. Сыйға тегін. Солай ма? Бастап кет, главный жұмысын жүріп кетсін деп. Павлодарға кетті бірнешеуі, Алматыға кетті бірнешеуі. Әлі істеп жүр ме олар? Әлі істеп жүр. Қазір де рахмет айтады, әлде жазып тұрады. Мынау қауметтің шәкірттері болса, көрсе осы видеоны лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Қаумет қандай жігіт, Қаумет аға, осы видеоңызды көрдім, сізге шәкірт болғым келеді десе аласың ба? Білгенімше үйретемін. Неше жастан бастап жұмысқа кірісуге болады видеосъемка? Қазіргі уақытта технология дамыған заман ғой. Иә. Мектеп жасынан бастап кірісуге болады. Үйренем деген адамға обзорлар толып тұр. Бәрі ашық. Кедергі жоқ. Біздің кезімізде онда үйрететін адам болған информация жоқ қой. Информация жоқ болды. Тек қана үлкен кісілер, орыс операторлар, орыс видеографтар көп болды. Оларға жақындау қиын болды. Иә. Барынша интернет жоқ. Бір нәрсе үйрену үшін соларға жалынып, солардың жұмыстарын көріп, солай үйрендік. Қастарында жүріп, үйлеріне барып, ақша төлейміз ол үшін оларға. Иә. Мен бір ерекшелігім, ешқашан біреуге үйреткенім үшін ақша алған жоқпын. Қазір де дайректқа жазады, WhatsApp-қа жазады, ақыл сұрайды, кеңес сұрайды. Білгенімше бәрін тегін айтуға тырысамын. Себебі менің кезімде олай тегін айтатын адам болған жоқ. Бәрі ақша сұрайды. Енді бастаған адамға олай ақша төлеп үйрену, оның бәрі ауыртпашылық тудырады. Иә. Бастапқы трамплиннен көтеріп жіберуге тырысамын. Енді өзің қазір айтып кететін бір ойларың болса. Жаңа сен сұрағанда ғана есіме түсіп жатыр. Той саласында жүргенімізге 15 жылдың шамасы болып қалыпты. Уақыт қалай өте тез өткенін байқамай қалыппыз. Той саласында жүргесін өте көп қызықты жағдайлар болады. Видеографтардың бір ерекшелігі өмірі тиын сұрап жүреді. Біреулер қонақтар дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Талай біздің мысалы біз монопод қолданамыз. И сосын электронный стадикам қолданамыз. Иә. Олардың площадкаларын ауыстыру үшін тиынмен ауысады. Көп қолданғасын кейде тиын болмай қалады. Сенде 10 секунд, 15 секунд қана уақыт болады. Өйткені сенде кадрың кетіп бара жатқан жақта. Важный кадрың. Амалсыз қонақтарынан тиын сұрап кеткен беташар уақытында аралап тиын сұрап кеткен жағдай өте көп болған. Бұрау үшін. Енді сенде 10 секундта тиын табу керексің. Амалсыз уже нагло барып сұрайтын кездерде болған. Енді бұл самый көп кездесетін жағдай операторлардың арасында. Одан кейін той саласында көп жылдар жүргенсін, таныстар өте көп кезігеді. Әрбір тойда кем дегенде 1-2 таныс кезігеді. Немесе одан да көп. Бірақ көрген кезде жақын адамды көргенде қуанамыз. Бір-бірімізді көріп сөйлесеміз, еске аламыз қызықты. Тойлар есінде әлі. Тойлар есінде. Олар мен олар жағдайын сұраймыз. Жаңалықтармен бөлісеміз. Жақын уақытта бір жағдай орын алды. Феста холл ресторанында той басталуға жақын қалған, өзім дайындалып тұрғанбыз. Бір тәтешка келді. Тәтешка дегенде апа сияқты. Мен сізді танимын деді. Ойладым, енді баласының тойын түсірген шығармын деп. Сіз менің ұзатуымды түсіргенсіз дейді ғой. Сол кезде ойладым, той саласында жүргеніме өте көп уақыт болған. Ол жасы нешеде сонда? Жасым білмедім. Мен оны апа деп ойладым бірінші көргенде. Апа деп. Бірақ енді өзім жас сезінесің ғой, адам әркім өзін жас сезінеді. Мүмкін алдағы уақытта басқа салаға өтуге ой салған шығар маған бұл жағдай. Енді бір 5-10 жылдан кейін, бір жасын түсірген қыздарды ұзатасың ғой енді. Бір жағдай болған, бір клиентіміз звондайды. Сен менің баламды түсіргенсің садикте, утренникке. Иә. Соның енді үйлену той болады деді.
қойшы. 10 жылдан кейін 12 жылдан кейін ба менің номерімді ұмытпай маған хабарласып тұр. Сосын номерімді ұмытпай деген номер дегеннен шығады. Менде телефон контактілерімде 4000-ға жуық клиенттің номері сақталған. Қазірдің өзінде әртүрлі жағдаймен звондаса, мен сразу сол кісіні танып тұрамын ғой, енді датасы, аты жазылып тұр. Осындай уақытта сіздің тойыңызды түсірдім деп айтсам, ана кісі риза болып қалады. Иә. Сен мені әлі ұмытпадың ба деп кәдімгідей біздің сөйлесуіміз бір жақсы нотамен басталады. Енді бастап жүрген операторларға лайфхак. Кәдімгідей Нөмірлеріңізді ауыстыра бермей, бір нөмірді қолданып, клиенттердің есімдерін сақтап жүріңіздер. Есімдерін сақтағанда датасы, жылы, айы, күні, Иә. и адамның есімі, мүмкіншілік болса ресторанда да қосылған дұрыс, қай ресторанда болған. Менің номерім 2004-тен бері жұмыс істейді. Телефон. Сол бір номер ауыспаған. Иә, менде де сол. Енді бастап келе жатқан видеографтарға қандай кеңес бересің? Ең бастысы жауапкершілік. Жауапкершілік жоқ жерде ешқашан клиент саған екінші рет келмейді. Ивент организаторлардан саған жалоб түседі, олар сенімен екінші рет жұмыс жасамайды. Жалпы жауапкершілік бар жерде жұмыс табысты болады. Сосын міндетті түрде съемка біткесін копиясын барып сразу көшіру керек. Үйге. Ертеңге қалдырмау керек. Иә. Ол деген адам ұмытып кетуі мүмкін. Көшірген ол бірінші, сосын міндетті түрде екінші хартқа резервный копиясын жасау керек. Ол көп жағдайлар болып жатады. Тойым өшіп қалды, харт істемей қалды дейді. Ондай үнемдемей міндетті түрде екінші хартты сатып алу керек. Для резервный копия. Бізде мысалы резервный копия бізде үш рет жақсы жасалады. Бірінші резервный копия ол біздің студияда сақталады, екінші резервный копия ол біздің үйде или басқа жерге сақталады. Бір локацияда емес. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін, там студияға ұры түсуі мүмкін, әртүрлі бір апаттар болуы мүмкін деген сияқты. Содан сақтау үшін міндетті түрде екінші резервный копия басқа жерде болған дұрыс. Ол да өте маңызды. Сол кезде саған сенген клиенттің тойы толыққанды безопасностьта болады деген сөз. Монтажды қай программада жасайсың, және де қандай компьютер қолданасың? Бізде Adobe Premiere, қазір 2023 жылғысы, жыл сайын соңғысын алуға тырысамыз. Программист достарымыз бар, солар бізге жазып беріп отырады, соңғы версияларын. Көмек керек кезде солардан сұраймыз. MacBook па, iOS па, әлде Windows па? Windows'ты үйрендік, себебі Windows'та бізде экран 27 дюйм, үлкен. Обзор үлкенірек, ыңғайлы. Біз Windows'қа үйрендік, сол Windows'та қалдық. Біріншіден хард дисктарда памяттар үлкен, екіншіден Core i7, Core i9 өте жоғарғы жылдамдықта. Соңғы жыл сайын, 2 жыл сайын жаңартып отырамыз системный блокты. Соңғысын осы алдағы августте жаңарттық. Жарты жыл болды. Өткендегі августте. Өте жақсы жоғары жылдамдықты компьютер. Біздің сұранысымызды толыққанды қанағаттандырады. Біздің скорость монтажыға үлгеріп тұрады. 4К-ны көтере ме? 4К 10 бит бәрін смело көтереді. Жалпы той саласында жүргесін өз ойым тойдан қалмау керек. Себебі адамдар той жасау үшін кем дегенде 6 айдан бастап дайындалады. Көп энергия жұмсайды, көп ақшалай қаражаты шығын жұмсайды. Жалпы байқағаным, адамдар той жасау үшін барын салады. Ешкімнен кем болмау үшін ең жақсы деген артисттарды шақырады, ең жақсы деген видеографтарды, біз сияқты әншілерді, ең жақсы ресторанда алуға тырысады, қарызға кірсе де. Сосын одан қонақтарды шақырған кезде ол қонақтарды сортировать, басында ол қонақтар 300-400 болуы мүмкін. Соларды іріктеп ең жақсы, ең жақын деген адамдарды қалдырады. Жақындаған сайын әртүрлі дайындықтар болады, қанша переживание, қанша уайым. Мен өзім 2 жыл бұрын той жасадым, 2 ұлыма. Сол кезде бастан өткіздім осы жағдайда. Бұған дейін қатты түсінбейтім де, өзімде тойларға шақырған жерден көп қалатым да. Жас болдық, түсінбедік мүмкін. Сол, мысалы мен 150 адам шақырғанда, 150 адамды жаттап алдым. Кәдімгі дата рождениесіне дейін барлығы. Ол адамдармен байланыста болдым, бәрі келеміз деді. Енді солай. Бірақ келмегендер болды ма? Келмегендер дегенде, бір 4 адам келмей қалды. Бірақ сол 4 адам менің черный списогыма кірді. Себебсіз келмей қалды 4 адам. Ол дұрыс емес.
мысалы соншалықты дайындалғанда бұл тойға Иә. бір 6 сағаттық тойға әдемі киімін киіп дайын тамақты жеп жақсы бір шоуды көру ол қиын емес деп ойлаймын. Иә. Себебі ол сол адам той жасау үшін қанша дайындықтан өтеді. Иә. Сондай сені құрметтеп шақырғасын, сыйлап шақырғасын қалмаған дұрыс. Жалпы өзім өзім соңғы 2 жылда той жасағаннан кейін түсіндім да, қазір қалмауға тырысамын. Кез келген не только той, отырыстар болсын, үйдегі қонақтар болсын, шағын туған күндер болсын, ешқайсысынан қалмаған дұрыс. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма дейді. Көп адамдар ойлауы мүмкін, мен бармасам, мені ұмытып кетеді, маған 150 адам шақырып жатыр ғой, мені іздемейтін шығар деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Каждый қонақты, каждый адамды іздейсің, көзбен түгендеп отырасың, көзбен санап отырасың. Келмеген адамға ренжіп қаласың ғой іштей. Ренжігенде не только ренжисің, кәдімгі араласпай кеткің келеді. Себебі неужели мен осыншалықты дайындалып шақырғанда, сыйлап шақырғанда келе салу қиын болды ма деп ойлайсың. Не болмаса алдын ала ескертсе. Осыны той жасаған адамдар ғана түсінеді деп ойлаймын. Той жасамаған адам до сих пор қалуы мүмкін тойдан. Көп тойларда байқаймын, 1-2 стол бос тұрады. Ол деген өте, ол жарайды, ақша жағы, қаражат жағы келмеді, орын жанып кетті, ол да ладно, ол нормально. Бірақ сыйлап шақырғасын, жақынын деп шақырғасын қалмаған дұрыс. Да. Сенің негізгі кәсіби ұстанымың қандай? Количествоға емес, качествоға жұмыс деген дұрыс деп ойлаймын. Менің ұстанымым сол. Табысты болған дұрыс әр проект, әр жұмысың. Бірақ качестводан алыстап кетпеу керек. Мені танитындар білетін шығар, мен әр жұмысты толыққанды орындап шығуға тырысамын. Совесть не позволяет по-другому. Себебі соншалықты дайындалған мерекесіне ертең есте қалуына біз жауап береміз. Иә. Ертең. Қазіргі уақытқа дейін, Аллаға шүкір, бізде осы 10 шақты жылда бір ғана клиент недовольны болды деп ойлаймын. Бір ғана? Неге? Өзім бармай қалдым. Содан бастап өзім қатысуға тырысамын әр заказға. Өзім жауап басы қасында жүріп, өзім реттеуге тырысамын. Бүгінгі шақырғандарыңызға көп рахмет. Жақсы сұхбат болды. 15 жыл камераның ар жағында жүрсең де, отырып сөйлеу оңай емес екен. Жалпы бұл салаға келгеннен бастап бір қуантарлық жағдай, біз ешқашан заказ іздемегенбіз. Заказ әрқашан тұрақты түрде бізге келіп отырды. Ол біріншіден тұрақты түсіргесін, тұрақты жауапкершілікпен тапсырғасын клиент риза болады. Көп клиенттер риза болып отзывтар жасады. Сосын олар сарафанымен таратады басқа туысқандарына, достарына. Қазіргі уақытқа дейін заказдардың жартысынан көбі рекомендация бойынша келеді. Сіз біздің туысымыздың тойын түсіріп едіңіз, досымыздың тойын түсіріп едіңіз, солар мақтап жатыр сізді ал деді. Олай келген заказдар біздің прайстың бағасына да қарамайды. Міндетті түрде бізде алуға тырысады. Және де ертең тойын бергесін, ол кісілер де риза болады, ол кісілер де таратады. Біздің салада менде қазір тұрақты түрде заказ беріп тұратын бір 10-20 шақты адамымыз бар. Мерекесін бізсіз өткізбейді. Және де той ұйымдастырушылар. Олар енді біздің жаңағы 50% жаңағы тұрақты клиенттарымыз болса, 50% той ұйымдастыратын event агентстволардан келеді. Өздерін заказ демейсіңдер? Олар менде жаңа тұрақты түрде оларға тапсырғасын жұмыстарын, олар да бізбен тұрақты түрде жұмыс істеуге тырысады. Соларға да көп рахмет. Бізбен тұрақты түрде жұмыс істеп жатқан өте көп event агентстволар бар. Көріп отырса, мен таныса рахметімді айтамын. Бізге сеніп, бізбен жұмыс істеген, қазіргі уақытта да істеп келе жатқандар бар. Солар арқылы да заказдың жартысы бізге заказымызды толықтырып отырады. Соның арқасында біз қазір қатты реклама беріп, таргет жіберіп, заказ іздеуге мұқтаж емеспіз. Ал ендеше назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер. Сұхбат қалай ұнады ма? Өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Думан Айсин және де Қаумет Жанболатов.